Ассаламағалейкум, құрметті футбол сүйер қауым. Мирас аренада өтіп жатқан 2018-2019 жыл туылған футболшылар арасындағы турнирдің жартылай финалына да жетіп келдік. Қазір Арсенал 1 және Мирас 2 командалар арасындағы матч басталады. Төреші қазір Нұржанның сықырығы шалынады. Міне сықырық шалынды. Осылайша алдағы 30 минутта қай команданың бағы жанып финалға жолдамалады деген сауалға біз жауап іздейтін боламыз. Арсенал 1 командасының бапкерінің дауыстары сіздерге естіліп жатқан болса керек. Қауіп жағдай бола ма? Омар қайтарған сәтте соқты гол. Міне Арсенал 1 футболшылары есепті ашып кетті. Қорғаушыдан қайтқан допта Ясин гол авторы атанды. Заходи сразу туда. Даню, заходи, добивание. Сардар бұл жерде өзін көрсетуге тырысқан еді. Мирас 2 командасы қазірше жеңіліп жатты. Тағы да Ясин Билалдың қақпасына соқты гол. Есеп 2-0. Ясин дубль авторы. Бірінші таймның 7-ші минуты есеп 2-0. Ясиннан дубльді көрдік. Міне хет-трик бар, гол, есеп 3-0. Ясиннің 3-ші голы да Мирас 2 командасының қақпасынан орын алды. Енді не болады? Финалға олар шығуға жақын. 3 гол айырмашылығын жоққа шығару керек. Міне осындай сәттен Бекнұрдан пас болды. Альтайыр допта Бекнұрдың соққысы гол! Есеп өзгерді. Міне 1-3 керемет гол. Бекнұрдың голы Бекнұр Беркінбай. Son шабуылдардың бірі. Мирас 2 командасы Бекнұрда. Сол қапталға ұстырып. Алиханнан соққы, қақпашы допты. Гол! Міне есеп өзгерді. Қазір қақпашы доп тоқтата алмады. Нәтижесінде Альтайыр гол авторы. 3-2. Міне допты алаң ортасына өзі алып келді. Баршасы енді үзілістен соң болады. 20 минуттан ойнайтын секілді. Арсенал 1 футболшылары соққы болады, гол! Міне өзгерді, 4-2. Қалай қазір қорғаушылар көзден қашырды осы ойыншыны. Арсенал 1 командасы есепті 4-2-де жеткізді. Рұқсат берілгеннен соң көрейікші. Мирас 2 командасы қандай рұқсат берілді. Демек соққы, гол! 4-3. Алиханның голына куә болдық. Керемет голдардың бірі. Бірақ Мирас 2 футболшылары қазір таразы басын теңестіруге тырысады. Соқты, керемет гол. Міне Алиханның голдары қандай көрініс алып жатыр. Пенальтилер сериясы. Алихан қазір соққы бағыттайтын болады. 3-3 соққыдан болады. Мирас 2 командасынан соққы гол. Пенальтилер сериясында есеп ашылды. Жанали соққы бағыттайды. Қазір Билалдың қақпасына Жанали және Билалхан арасындағы дуэль. Көрейік бұл жолы бірінші соққысы Арсенал 1-дің соққы гол. Есеп кеңесті таразыласа 2-ші гол. Бекнұр соққы бағыттайды. Бекнұр 2-ші соққы. Демек гол емес. Қақпаның маңдайшасымен бағана қиылысқан жерге тиді есепте болады. Ясин